Бізде елімізде ел чемпионатынан басқа жарыс аз. Бізде аударыспаққа табу қиын. Озып кеткен, асып кеткен шәкірттеріңіз бар ма? Озып кеткен, асып кеткен болмаса да жағаласпаған шәкірттеріміз бар. Көшпенділер ойынын 2 рет өттім. Аударыспаққа болжамыңыз қандай? Қырғыз еліне қарағанда біз басымдаумыз. Қазір барсаң, сен ойлап тұрған әдіс басқа бір істеп жатады да. Сырым Ізбасаровтың қандай арманы бар? Сырым Ізбасаровтың арманы өте көп қой. Жаппай көкпардың ережесі шеге дейді тас. Әр палуан өз ауданында қат шабады. Сырмаға енді өзіңіз көргеніме қуаныштымын. Еліміздің байрағын көкке көтеріп жүрген азаматтардың бірісіз ғой. Оны бар қазақ елі 2024 жылы көрді, куә болды. Сол жерде жаңағы көшпенділер ойындарының жеңімпазы атандыңыз. Міне арада 2 жыл өтті. Биыл бұйырса Қырғызстанда көшпенділер ойындары өтеді. Соған дайындығыңыз қалай? Жаңағы 2024-тен кейін кішкене босансып қалған жоқсыз ба алтын алғаннан кейін? Мен де сені көргеніме қуаныштымын. Астанадан келіп сұхбат алып жатқаныма разы болып тұрмын. Енді ол 2024-те қазақ елінің тұғыры өте биіктен көрінді. Біз өзіміз ұлттық спортымыз, аударыспақ спорт түрін өте жоғары деңгейде міндетімізді атқарып шықтық. Ол кезде өте жоғары деңгейде дайындық болды. Елімізде көшпенділер ойыны болғаннан кейін өте жоғары деңгейде дайындалдық. Ол кезде оқу-жаттығу жиыны өте көп болды. Енді биылда 2026 көршілес Қырғыз елінде болады деп жатыр. Енді оғанда енді Алла нәсіп қылса апарса барармыз. Енді дайындық осыдан жайлап басталып жатыр. Жалпы біз жыл 12 ай оқу-жаттығу жиыны деп өзімізде жаңағыдай тренер болып жұмыс жасаған екен. Өзімізде былай айтқанда спортсмен формада дейді. Сол сияқты жаңа өзімізде формадамыз. Енді оқу-жаттығу жиыны болған кезде ол кезде тағы да күш саламыз. Ол әрине аға жаттықтырушы бапкерлердің және жаттықтырушылардың жеке жаттықтырушылардың арқасында күшейеміз. Оны да айта кеткен жөн. Енді 2026 жылы Қырғыз елінде болады. Өте тартысты болатын шығар деген ойдамыз. Жалпы. Енді аға міне 2 жыл өтті деп отырып қой. Сол 24-ке қарағанда биыл аударыспағымыз қарқынды дамыды. Қазір конкуренция көп деп айта аламыз ба? Көп. Себебі біздің өзіміздің елдің ішінде өзіміздің ізбасарларымыз артымыздан келіп жатқан жас балдар өте мықты. Қай салмақ болсын өте мықты. Біз өйткені біздің ұлттық спортымыз аударыспақ спортында қазір ел чемпионаты 9 салмақтан өтеді. 9 салмақтан өткен кезде әр облыс 3 спортсмен алып келеді. Ал сонда бір чемпионатқа 27 спортсмен апара алады. Ол өйткені аударыспақтың дамып жатқан жайын білдіреді. Бұрында бір салмаққа бір спортсмен, бір палуан баратын еді. Қазір бір салмаққа 3 спортсмен баруға рұқсат. Өйткені конкуренция көп өте. Деген мысалы Жамбыл облысы, Шығыс Қазақстан, Алматы, Ақтөбе, Қызылорданың балдары да мықты. Ол қатықпаған орындар жоқ. Әр чемпионатта, ел арасында өткен чемпионат жарыстарда, әр местада, әр орында ойламаған, танымай қалған спортсмендер бірінші орын алып кетіп жатқан жайлар бар. Енді бір әр спортшының өзінің бір шегі болады ғой. Мен осы жасқа дейін күресемін, мен осы жасқа дейін шаршы алаңда жүремін деген. Өзіңіз енді аударыспақта әлі қанша жүремін деп есептеп отырсыз? Енді адамның айтқаны болмайды, Алланың дегені болады дейді. Бірақ Алла күш қуат беріп тұр ғой енді. Бірақ қазір енді сөзінде мұрнымыз жерге тиіп жатқан жайымыз жоқ, бірақ күшіміз әлі бойымызда дегендей болып тұр. Қатыса береміз. Енді 40 жасқа дейін қатыссақ жақсы шығар деп ойлаймын өзім. 40 жасқа әлі 4 жыл бар екен, 3 жыл бар. 3 жыл күрессем жақсы шығар енді. Енді аға мына білеміз ғой, бәйгенің аттарын артып дайындайды, көкпардың аттарын семіртіп дайындайды. Енді мына аударыспақтың аттары қалай дайындалады? Аударыспақтың аттары да сол көкпардың аттары ұқсап дайындалады. Ол шілдесін жегіземіз. Одан кейін ол мысалы көкпарға аттау оңай. Мысалға да. Бізде аударыспаққа аттау қиын. Бізге солай айтсақ, ана аударыспақтан түсінбейтін адамдар неге дейді? Жуан ат, белі мықтаттың бәрі аударыспаққа тура келеді ғой дейді. Олай емес. Ат 3 күнде қыр болып кетеді аударыспақтан. Сол кезде өте дайындау, өте қиындау болады бізге. Сол сияқты аударыспақтың аттарын дайындау, мысалы 10 ат, 15 аттың ішінен бір ат шығуы мүмкін. Оларды шілделігін жегізесін, баққызасын.
Одан кейін ол ат жаңағы сутасын аударып көкпардың аттарын қалай сутасыз солай. Моңғолдар да, жалпы өзбектер де ат үстінде жүрген халық қой, түрік өзі, халықтың бәрі. Неге осы аударыспақта тек қазақ пен қырғыз мықты? Иә, дұрыс айтасың. Енді көршілес ел баяғыдан ат үстінде тартып келіп жатқан елдер ғой енді. Bir туғанымыз деп қояды, бірақ қазақ қырғыз дейді. Көкпардан олар да мықты, көкпардан біздің де балдар мықты, аударыспақтан олардың балдары да мықты, бірақ біздің қазақтың балдары, қазақ елінің балдары олардан да мықты да. Біз аударыспақ қырғыз еліне қарағанда біз басымдауымыз. Өйткені халықаралық дәрежедегі спорт шеберлеріміз көп. Халықаралық және Азия, әлем чемпионатында ұтқан кезде біздің қазақтың жігіттері көп ұтқан қырғыз еліне қарағанда. Ол Қырғызстанға да барып көп күрестік. Қырғызстанда ол ереңіш деп күреседі. Бізде аударыспақ болатын болса, ол жақта ереңіш. Мысалы қазақ күресі, қырғыз күресі сияқты да Қырғызстанға барсаң, жаңағы ереңіш қылып күресесің. Олардың жаңағы өздерінің ел чемпионаттары ереңіш болып өтеді. Ал қазір енді осы халықаралық дәрежедегі жарыстың бәрі аударыспақтан. Азия болсын, әлем болсын, ат үстіндегі күрес болып өтетін болды. Бәрі бір ережеге еніп, былтыр қабылданған. Ат үстіндегі күрес болып. Моңғол елінде келген қазақ бауырларымыз ғой, енді олар да мықты. Небір мықты балдар бар. Енді олар бізге қарағанда тәжірибесі аздау. Мен осы аударыспақ спортында жүргеніме 17 жыл болды. 17 жылда енді қанша жарысқа қатысты тәжірибе бізде көп қой. Біздің өзіміздің артымыздан өзіміздің шәкірттеріміз қазір бізбен жағаласып, оларды жаттықтырушы болып қалды. Енді аға шәкірттерім деп айтып қалдыңыз ғой. Бір сізден озып кеткен, асып кеткен шәкірттеріңіз бар ма? Озып кеткен, асып кеткен болмаса да жағаласып қалған шәкірттеріміз бар. Мысалы Ермек Құралбай деген жеңіл салмақта әлемді ұтты, Азияны ұтты, көшпенділерді ұтты. Өте мықты. Ләтіпбек Алмат деген бар, Ағабек Ғабит деген палуандар бар, Өткелбай Дарын, Рахматулла Есімхан палуандар бар бізде, иә. Халықаралық спорт шебері атағын қорғаған мықты палуандар бар. Енді бұлар енді шәкірттерім деп жатсыз ғой, енді сізден шәкірттеріңізден бөлек аударыспақ шеберлері бар. Жалпы топ 5 сіздің ойыңызша қазір жүрген, ат үстінде жүрген аударыспақ шеберін айтыңызшы. Қазақстан бойынша ма? Ел бойынша. Ел бойынша ма? Аха. Біз Түркістан облысында Ләтіпбек Алмат 70 килода, Сайлау Мұхаммеджан, Өткелбай Дарын, мықтылар. Құралбай Ермек, Серғазин Азамат. Осы бесеу сіз үшін үйіз. Бұлар өте өздерінің несі, өз салмағында өте жоғарғы деңгейдегі спортсмендер. Чемпионат көп ұтқан. Аға, енді мен кеше өзіңіздің көкпарда салым салғаныңызды көріп қалдым. Беташар салымды баруын салдыңыз. Жалпы қаншалықты жиі барып тұрасыз жаппай көкпарға? Жалпы негізі өзіміз ат жалын тартып мінгеннен бастап әкем көкпаршы болған. Негізі мен көкпаршымын. Өзіміздің осы Түркістан облысына ұлттық спорт мектебіне келген кезде, жастар арасында ел чемпионатқа дайындық болып жатқан кезде, сол кезде көкпаршы болып оқу жаттығу жиынына келгем. Сөйтіп құрамаға еніп келген жылақ. Бізде Түркістан облысының ұлттық құрамаға ену өте қиын, жастар, жасөспірімдер арасында. Себебі палуан көп бізде Түркістан облысында. 50, 45, 50 баланың ішінен сол кезде 10-ға ілініп, сол кезде ең алғаш рет 2008 жылы Көкшетау қаласына барып жастар арасында ел чемпионаты болған. Сол кезде сол құраманың мүшесі болған. Сөйтіп ол кезде 2-ші орын алғанбыз. Сөйтіп көкпар шауып жүріп, жастар арасында команда шауып жүрем, ересектерге де шаттым. Сөйтіп жүргенде аударыспақта да қатар алып жүрдік та, кейін аударыспаққа шыққан адам көкпарға шауға рұқсат жоқ. Көкпар шаққан адам аударыспаққа қатысуға рұқсат жоқ. Дегеннен кейін бір шеттеме аударыспаққа өттім. 2021 жылы айтыпты, қазір салымдардың барлығы байланып салынып жатыр дейді. Арада 5 жыл өтті, қазір 2026-та. Қазір қалай? Қандай өзгеріс? Қазір жаппай көкпардың ережесі өте бекітілген. Шеге дейді тас көріп жатсыздар. Өзіңізді кеше айтып жатсыз, келіп және жаппай көкпардың куәсі болдым деп. Иә, ол байламайды қазір. Бұрында байлайтын, тұзақ салатын, таға деген нәрсе салатын. Қазір ондай емес. Қазір палуандар өте мықты.
байланбайды. Ол кезде де мықты палуандар болған. Қазір ережеде ондай нәрсе жоқ. Тәртіп өте басым. Қазір ешкім байланбайды. Енді мына түрлі спортшыларды көреміз ғой. Айтып қалдым өзімде. Төрехан Сабырхан, футболшылар бар, барлығы осы жаппай көкпарларда бой көрсетеді. Өзіңіз де енді ел намысын қорғап жүрген спортшының бірісіз. Жаппай көкпарда жүресіз. Бұл қаншалықты дұрыс және сізді бүйтіп айта аламыз ба? Аударыспаққа жаппай көкпарда жүріп дайындалады деп. Мынау енді жаппай көкпар көріп жатсыз ғой енді. Таза майдан ғой. Мынау ел намысын қорғап жүрген, мынау өзге спортта жүрген атақты палуандар көкпар атқа мініп көкпар шауып кете саламын деген нәрсе енді ол құлаққа қонбайтын нәрсе. Себебі бұл көкпар ол қанында бар адам шабатын сияқты. Таза былай айтқанда соғыс қой. Мысалы өзіміз жаппай көкпарға баратын кезде өте андай бата алып солай барамыз. Ол енді небір жағдайлар болады, Алла сақтасын. Мынау спорт шеберлері бар, басқа спортта мысалы боксерлар бар, баристер бар дейміз. Олар енді көкпарды қатар алып жүрем дегенге ішке қарсымын. Себебі көкпар шапқан адам боксқа да, күреске де аяқтары, қолдары ауырады. Өйткені біз өзімізде қазір аяқтарымыз өте қатты ауырады, қолдарымыз ауырады. Өйткені мынау көріп жатсыз, таза майдан, соғыс. Енді ол көкпарға кез келген адам шаба бермейді деп ойлаймын. Кезінде аударыспақ спортына да балдар келді. Қазақ күресін балдар. Лақтырып жіберуге бола ма, итеріп құлата салуға бола ма деп күрес аттың үстінде. Болады. Кейін бір 2 минуттан кейін айтты. Қиын екен ғой деп. Қазақ күресі басқа спорт, аударыспақ басқа екен ғой деп. Сол сияқты әр адамға өзінің спорт оңай ғой. Әр адам өз спортына жүрсе деген ойдам. Көкпарды енді айтып жатсыз ғой, бұл өте қасиетті спорт ойыны ғой, ұлттық спорт ойыны болған екен. Бұда 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар дей ма? Сол сияқты. Кез келген бәрі көкпар шаба бермейді. Бір кейбіреу енді бір мына сұрақты дұрыс түсінбей қалмаңыз енді бір. Кейбіреулер ойлауы мүмкін да. Мысалы жаңа сіз командалық көкпарға жарамай қалғаннан кейін аударыспаққа кетті ма деп ойлайды. Жоқ, олай емес, ағамыз. Сол кісі айтты. Осы жолы көкпарды да шабасын, осы жолы аударыспаққа да шығасын деді. Кейін жаңағыдай айттым ғой, ереже енді ғой. Содан кейін маған айтты. Қайсысы ыңғайлы деді. Аударыспақ ыңғайлы деді. Болды деп, содан кейін аударыспаққа кетті. Таңдау тұрды алдың. Таңдау тұрды, өзім таңдадым. Егер командалық көкпар таңдасаңыз, мүмкін әлі көретін бе едік сізде құрамаларда? Ол мүмкін енді көретін бе едіңіздер, иә. Команда шаптық қой. Командада жас болып шаптық біз. Үлкен ағаларымыздан інісі болып, команданың жас мүшесі болып шаптық. Кейін өзіме және аударыспақ өзіме ұнай бастады. Жарыс көрген сайын асыла бердім. Қазақстанда 14 рет ұттым. Әлемді ұттым, Азияны 3 рет ұттым. Көшпенділер ойынын 2 рет ұттым. Аударыспаққа болжамыңыз қандай? Аударыспаққа болжамымыз енді жыл өткен сайын өте ережелерде өзгеріп келіп жатыр. Мен өзіме мысалы бір чемпионатқа баратын кезде бір 2 әдіс, не 3 әдіс ойлап баратын. Өзім құрастырып те ойдан әдіс шығарып баратын да. Соны қарсыластарыма істейді. Кейде қазір барсаң, сен ойлап тұрған әдіс басқа біреу істеп жатады да. Ол енді ол аударыспақтың дамып жатқан кезі. Бұрында белден ұстап тарта беретін еді. Қазір палуандар белден де ұстамайды. Өте әдіс көп. Өйткені ол неге? Көп күресіп жатыр. Көп күрескен сайын әдіс шыға береді. Енді оқу жаттығу жиындарында көкпарды тоқтатасыз ба? Иә, әрине ол оқу жаттығу жиында ол міндет. Біздің аға жаттықтырушымыз Жанбатыр Бегмұсаев деген ағамыз жаппай көкпардың кезінде оқу жаттығу жиындары болды, былтырлар 2024-те де, алдыңғы жыл. Ешқандай жарысқа жаппай көкпарға жібермейді. Оқу жаттығу жиын ол өте елдің намысы бірінші орында тұрады ғой біз үшін. Трамба деген нәрсе бар. Трамба қаласын оқу жаттығу жиынында болуың керексің деп қадағалайды. Осы уақыттан да қазір қадағалайды. Көп шыға берме, трамба алып қалма. Оқу жаттығу жиыны алда болады дегендей. Бір енді ат үстіндегі спорттар бар ғой. Жаңа аударыспақ бар, теңге ілу бар, көкпарымыз бар. Соның бір кем тұстары бар ма? Кем кетігі бар. Бізде елімізде ел чемпионатынан басқа жарыс аз. Тек қана ел чемпионатында ғана қатысамыз.
2 жылда бір өтсе, бір тренерлер өтіп атат. Былай жалпы қазақ елінде мына аударыспақ спортын алайықшы. Жарыс өте аз. Жарыс көп болса, балдар одан да көбейетін еді деген ойдамын. Өйткені біз өзіміз жаттықтырушы болып қызмет атқарамыз. Анау балдарға айтамыз, осы айда жарыс бар, келесі айда жарыс бар, 3 айдан кейін жарыс бар десек, 2 аптадан кейін, 1 айдан кейін жарыс жоқ па деп сұрайды. Сол жарысымыз өте аз. Біздің осы ұлттық спортта жарысымыз аз. Ел чемпионатынан басқа жарыс аз. 2 жылда бір Азия чемпионаты өтеді. Енді оған тек қана құрамадағы 1-ші нөмір 1 дейміз ғой, солар барады. Ал ел ішінде жарыс көп болса деген ойдамын. Енді жарыс аз деп жатырмыз ғой. Мына аударыспақ шеберлері көкпарда жүріп дайындалады деп айта аламыз ба? Жоқ. Көкпарда ол жаппай көкпар шауып, формада болам, мықты болам деген нәрсе ол қате шығар. Өйткені жаппайда ол ойламаған жерден травма қаласың. Одан кейін 2 апта, кейде 20 күн демалып қаласың. Ат құлау өте көп, жаппай көкпарда ат көп. Не бір мықты аттар бар, бір-бірін қағып құлатып сабады додада. Оның аттың үстінде отырғаннан кейін адам да құлайды. Ол көкпар шауып мен формада боламын деген нәрсе қосылмайды. Спортсмен формада болу үшін жәндегідей залда дайындалу керек. Өзін бап-бабымен дайындалған адам ол формада жүрсе деген ойдамын. Енді жаңағыдай айттыңыз ғой, ұзақ уақыт болды жаппай көкпарда жүрмін деген, бір әттеген ай деген тұстар бар ма? Болады ғой, жаппай көкпарда әттеген ай деп қалған кездер болады. Ол жәндегідей мықты салымдарды басып барып түсіріп алған кездерде өкінесің. Болмаса басып бартқан кезде ерің ауып кетеді. Одан кейін жүгенің сыпырылып кетеді. Біреулер көмектесейін деп не алады, жүгенің сыпырып алады. Соның бәрі әттеген ай ғой. Салайын деп тұрған салымды басқа біреуге қарайсың, болмаса жерге түсіресің. Жаппай көкпардың өзінің сондай әттеген ай деген нәрселері бар. Енді мына Сырым Ізбасаровтың қандай арманы бар? Сырым Ізбасаровтың арманы өте көп қой. Айта кетсеңіз. Тірі адам арман таусылмайды дейді ғой, Арман ең бірінші енді арманымыз мынау ұлттық спортымыз дейікші. Ұлттық спортқа көп нәрсе кіреді, көп спорт түрі кіреді. Олимпиадалық деңгейде дамыса екен деп соны армандаймын. Енді оның үшін біз үлкен болғанда көретін шығармыз жасымыз келгенде, бірақ жастарымыз сол олимпиадалық спорттың дәрежесіне жеткен кезде сондай қуанышта болып, сондай сезімде болса деп ойлаймын, жеңіске жеткен кезде. Енді ғана бір кешелі көкпарда жүрміз, көкпардың басқасында сонда айтып жатады да, сіздер командалық көкпар мен жаппай көкпарды қосу керек дейді. Жоқ, біреуі екеуі аспан мен жердей дейді ара қашықтығы. Сіз қалай ойлайсыз? Аспан мен жердей шығар деп ойлаймын. Білмеймін, мен жаппай көкпарда ол денесі ауыраттарда шабу береді. Аяғы ауыратта шабу береді. Аяғы ауыр дегенге скоросты аз деген аттарда шабу береді. Ал команда көкпарға ол спортивный аттар дейміз ғой, қаны бар аттар дейміз. Ол мысалы жаппай көкпарда өгізелді салып жүрген денесі де 170-175 аттарды команда көкпарға апарсаң, олар шаба алмайды. Содан ақ білуге болады команда көкпар мен жаппай көкпардың айырмашылығы қандай екенін. Көбісі ойлайды, 1000 аттың ішінде жарап жүрген, доданы шашып жүрген ат команда көкпарды қиратады ғой деп. Ондай емес ол. Команда шабатын ат қазір көріп отырсыз, бәрі скоростқа жұмыс істеп кеткен. Бәрі андай резби аттар дейміз ғой, қаны бар аттар дейміз, таза қанды аттар шатыс. Сондай аттар көбейіп кеткен. Енді аударыспақта жүрсіз, аударыспақтың топ 5 шабандозын айттыңыз. Жаппай көкпарда жүрсіз, жаппай көкпардағы сіздің ойыңызша үздік 5 шабандоз. Бізде үлкен бір кісіден естігенім, әр заман өзінің мықтылары болған деп. Мен өзім енді айтайын, енді сіз сұрадыңыз ғой. Шадияр Шоханов деген ағамыз айтамын. Енді олар таза легенда деп айтады ғой, бұл айтқан. Шадияр Шоханов, Ақылбай Манкеев, Жанбатыр Бегмұсаев, енді өзіміз бала кезде сол кісілерді көріп өстік шапқандарын. Жұлдызхан Тайырбеков, одан кейін Темірхан Айтбаев, Қошқар деген палуан. Осы 5-еуін қоясыз, Осы 5-еуін қоямын. Мен өзім көріп өскен осы ағаларымызды әлі де шауып жүр. Бірақ осылардай болсақ,
осылардай болсақ бізде өскенде деп армандап өскен палуандар ағаларымыз, осы ағаларымызды бестікке кіргізе аламын. Бірақ әрине көп қой, бірақ айта берсең көп. Бірақ менің өзім талғамым сондай да. Өзім ойымдағы нәрсені айтып бар. Футболды айтса, Пелені айтады ғой. Криштиану Роналдо, Мессилерді айтады ғой, мысалы. Кішкентай балдарға футбол жайлы әңгіме айтып, кім танисың, солар танимын дейді ғой. Мен өзім және көкпарда өзім танып өскен ағаларым осы. Енді бір соңғы сұрақ болсын, мен кеше көкпарда көрермендердің арасында тұрдым, қалың көрермендердің. Сол кезде айтып қалды, өгіз өлдіні не Сырым Ізбасар, не Темірхан Айтбаев салады деді. Ол салмай тұрып, осыдан бір 2-3 салым бұрын айтты. Неге деп сұрап едім, себебі осы жергілікті жердің тумалары азаматтары деді. Бұл қалай енді? Енді дұрыс, иә. Анау біздің аудан ғой енді ол, Төле би ауданы. Төле би ауданы палуандар жөніндегі өте мықты палуандар өте көп қой. Енді әр палуан өз ауданында қатты шабады. Қатты шабады. Өйткені ауыл қора дейміз ғой енді. Мысалы біз бассақ, біздің тартқыштар онша тартпайды, өзіміздің аудан. Ал мысалы біз Қазығұрт ауданына барып шабатын болсақ, бізден тартады. Ал Қазығұрт ауданы палуандар бізге келсе, біздің аудан тартады. Түлкібасқа барсақ, солай тартады да. Енді көкпар деген енді ол ешкім гарантия бере алмайды. Өгіз өлді, мынау салады деп. Енді елдің өзін сараптайтын шығар. Бірақ кеше көкпарда Темірхан Айтбаев баруында, қайтуында салды. Бізге нәсіп қылмады өгіз өлді. Енді жаңа айтып отырсыз, Төле бидікілер, Қазығұрттықілер дейді мысалы. Енді Тараздан келеді, Қызылордадан келеді шабандоздар. Оның салым салу қиын ба? Өгіз өлді салу. Сабатыр, салады. Нәсіп қылған кезде салады. Мына Шаңшыл Ғалымжан деген палуандар танисыздар ғой. Солар өте мықты балдар. Алматыға барса да салады өгіз өлдіні. Төле биге келсе де сап кетеді. Қазығұртқа барса да салады. Біз жақтында балдар ояққа барып өгіз өлдім сап кетіп жатыр. Енді ол айтып тұрмын ғой, жәндегідей бүгін Сырым ауылында көкпар болды. Сырым өзінің ауылын өгіз өлдісін салады деп ешкім гарантия бере алмайды. Енді болжайтын шығар, бірақ жәндегідей көкпар деген ойламаған жерден басқа біреу сап кететін нәрсе да. Кімге нәсіп тұрса ол сап кетеді. Соныңызда енді бізге уақыт бөліп, сол келгеніңізге рахмет, сізге көптен көп. Сұхбатымыз осымен аяқталды.